Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір қауіптің белгісі. Егер оны сұйылтып, өз мөлшеріне келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсер етеді. Тіпті созылмалы дерттің денденуіне себепші болады. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі болып табылады. Оның міндеттеріне оттегі мен қоректік заттарды тасымалдаумен қатар иммунитетті нығайтатын бірқатар маңызды денсаулық функцияларын орындайтын жүйе. Қан өте қою болса, ұсақ тамырлар мен капиллярларға ену қиын болады. Бұл оттегінің жетіспеушілігіден анемияның дамуына әкеледі. Бұл жағдайда қанның ұюы, инфаркт немесе инсульттың пайда болуы ғажап емес. Мұның алдын алу үшін алғашқы белгілері біліне басталысымен-ақ арнайы маманнан кеңес алып, емдік шараларын бастау қажет. Достар, және де каналыма тіркеліп, маған қолдау көрсетулеріңізді өтінемін. Сіздің әрбір қолдауларыңыз мені шабыттандырады. Сонымен қатар комментарияға келесі тақырыптың қандай болғанын қалайсыздар, сол жайында жазып кетсеңіздер болады. Қан қоюлануының белгілері. Көру және есту қабілетінің нашарлауы. Қанмен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған дүниені қабылдау сезімдерінің біртіндеп төмендеуі байқалады. Осымен бірге құлақта шу пайда болуы мүмкін. Тыныс алудың қиындауы. Жүректің қанды айдауы қиын болғандықтан адамда аритмия басталады. Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Тыныс алу аз физикалық күш салудан кейін де тыныштықта да болады. Келесі бұл аяқ-қолдардың шаншуы. Әдетте шаншу аяқ-қолдардың ұю сезімімен бірге жүреді. Бұл қанның капиллярларға жақсы тамбағанынан болады. Осы кезде теріде көкшіл түске айналғанын байқайсыз. Ұйқының қанбауы. Миға оттегі қажетті мөлшерде жетпегендіктен адам жиі есінейді, әрі үнемі шаршап жүреді. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды, әрі көзінің асты көгерген сияқты болып тұрады. Мазасыздану, алаңдаушылық сезімнің туындауы, жаны жай таппай үнемі алаңдап отырады. Бұлшық еттің ауруы. Қызуыңыз көтеріліп, сай-сүйегіңіз сырқырап жатқандай сезімде боласыз. Ұйықтап жатып та демалмағандай күй кешесіз. Ауру әсіресе бастың артқы жағына береді. Баяу қан кету. Қолыңызды, теріңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Одан бөлек қанның түсі ашық емес, керісінше қою қызыл болады. Жиі бас ауру. Қаны қоюланған адамның басы жиі ауырады. Оны дәрімен де, тынығумен де емдей алмайсыз. Сапасыз су немесе күнделікті аз мөлшерде су ішуде қанның қоюлануына алып келеді. Судың жетіспеушілігі салдарынан қанның қоюлану себебі қанның 85% судан тұрады. Ағзаның қышқылдануы. Қалыпты жағдайда қанның аздап сіртілі реакциясы бар. Егер адам рационда қышқылды тағамдарды көп қолданса, мысалға сүт, жұмыртқа, тазартылған қант секілді, қанның қоюлануымен бірге қышқылдануы да орын алады. Электромагниттік сәуле. Қанның құрамындағы шағын өзгерістерді компьютерде жарты сағат жұмыс істегеннен кейін байқауға болады. Қанның қатерлі ісігі. Ауру сүйек кемігінде тұтқырлықтың жоғарылауымен бірге жүретін қызыл қан жасушалары мен ақ қан жасушаларының көп мөлшерін шығара бастайтынына әкеледі. Қозғалыстың аздығы. Егер адам компьютер алдында көп уақыт отырса және спортпен айналыспаса, оның қан ағымы бұзылады. Бұл қанның тоқырауымен және қоюлануымен бірге жүреді. Жиі стресстік жағдайлар. Стресс гормондары қан тамырларын тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдететіні дәлелденген. Авитаминоз. Ағзадағы аскорбин қышқылының және В тобындағы дәрумендерінің тапшылдығы себеп болады. Қанды сұйылтатын өнімдерге, дәрілік терапиядан басқа күнделікті тұтынатын тағамдарға мұқият болған абзал. Қанның қоюлануына алкоголь, ысытылған ет, газдалған сусындар да ықпал етеді. Оның орнына майлы балық және зығыр майы, балғын көкөністер, жеміс-жидектер үзбей жеңіз.
Оған қоса зімбір сусынын ішу өте пайдалы. Күнде таңертең 10 шақты кез келген жаңғақ жеуге болады. Ал енді үй жағдайында қанды сұйылтуға арналған бірнеше кеңестерді айтып өтетін боламын. Өздеріңізге керегін сақтап алыңыздар. Таза су. Қанды судың көмегімен сұйылтуға болады. Жалпы адамдар өте аз көлемде су ішеді. Ал ағзада судың көлемі аз болуы қанның қойылуына әкеп соғады. Қан сұйылту үшін адам тәулігіне салмағына қарай немесе шамамен 1,5 литр таза су ішу керек. Таңертең ұйқыдан тұра сала таза су ішу талай аурудың алдын алады. Ең қарапайым тәсілдердің бірі бұл көк шаймен қанды сұйылту. Көк шай қанды сұйылтып тазалайтын қасиетке ие. Оның құрамындағы катехин холестерин деңгейін реттеп, клеткаларды жасартса, илік заттар қанның сапасыз түйіршіктерін өлтіреді. Ал көк шайдың құрамындағы Е дәрумені жасушаның жаңаруына ықпал етеді. Қанды сұйылту үшін зімбір қосылған көк шай ішкен пайдалы. Зімбір, яғни имбир. Оны дайындау үшін зімбірді тазалап, майдалап, кесектеп турайсыз. Үстіне су құйып, отқа қоясыз. Бірнеше минут қайнаған соң сұйықтықты сүзіп алып, көк шай саласыз. Емдік шайды 15-20 минут тұндырып қою керек. Шайды күніне 2-3 рет қайталап демдеп ішсеңіз, бойыңызда билеген ауыртпалықтан арыласыз. Табиғи шырын. Қанды сұйылтатын керемет қасиетке ие. Оның құрамында су, дәрумендер мен микроэлементтер болады. Аурудың алдын алу үшін күніне 1 рет 1 стакан табиғи таза шырын ішіңіз. Әсіресе ананас, апельсин, сәбіз, анар, таңқурай, құлпынай, лимон, мүкжидек, жүзім, алма, қызанақ шырындарын көбірек ішуге кеңес береміз. Зығыр майы. Оның құрамында К, Б, А, Е дәруменіне және жартылай қанықпаған майға бай. Майдың көмегімен қан тазаланады, сұйылады, ұйымайды, әрі жүрек қантамырлар жүйесінің ауруларын алдын алады. Ол үшін күнде аш қарынға 1 ас қасық зығыр май ішесіз. Егер жүрегіңіз айнып мазасыздансаңыз, онда майды тамақтанып алған соң ішуге болады. Алма сірке суы. Қанды сұйылтып, ағзаны улы заттан тазартады. Ол үшін күнде таңертең аш қарынға ішу керек. Емдік сұйықтықты дайындау үшін 2 ас қасық алма сірке суын 1 стакан қайнатылған жылы суға араластырасыз. Емделу мерзімі 2 ай. 10 күн үзіліс жасап, қайта жалғастырыңыз. Осылайша 3-4 емнен соң ойлаған нәтижеге қол жеткізесіз. Ескеретін жайт, алма сірке суын асқазаны ауыратындарға қолдануға болмайды. Күйзелістен де қан қоюланады. Осы кезде күйзелістен арылу үшін тыныштандыратын шөптер, шүйгін шөп, тау жалбызы және долана тұнбаларын ішіп отыру керек. Шүйгін шөп тұнбасы жүрек қантамырлардың жұмысын жақсартып, жүйке жүйені емдеуге пайдаланады. Ал долана жемісі жүрекке аса пайдалы. Жүректің жұмысын қалыпқа келтіріп қана қоймай, ұйқыңызды тыныштандырады. Долананың қайнатпасы түрлі ауруға ем, бірақ қан қысымы төмен адамдарға долананы қолдануға болмайды, және де асқазан ауруын қоздыруы мүмкін. Долананың қайнатпасы мен тұнбасын аш қарынға ішуге болмайды. Ол кезде кері әсерін тигізуі мүмкін. Артық мөлшерде қолданған жағдайда жүрегі айнып, бас айналуы мүмкін. Ол қан қысымының төмендеп кетуіне байланысты. Бүгінгі ақпаратым осы. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Менімен бірге соңына дейін болған кісілер сіздерге көп рахмет. Ауырмаңыздар, жүз жасаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын.